Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін Жамбыл колхозында ұзақ жылдар бойы еңбек еткен, тер төккен, еңбектің озық үлгісін көрсеткен Әнуарбек атаның үйіне сұхбат алуға келдім. Ассалаумағалейкум ата. Алейкумассалам. Мен Жамбыл ауылы Жамбыл атындағы негізгі орта мектебінің 6 сынып оқушысы Амангелді Нұрдәулет. Ата, сіз неше жасыңыздан бастап еңбекке араластыңыз? Мен қарғам кішкентай күнімде 6-7 жасымдан бастап бізді совхоз егіннің шөбін жылдырады. Соны бидайдың шөбін жылдырдық. Сонан бастап істедік қой бәрін. Ата, сіз қай колхозда, қай жылдары кім болып еңбек еттіңіз? Мен Зайсан совхозын істедім. Мен істемеуім жоқ, Қаратау совхозынан бастап істедім. Матсыз болып. Оқабай деген директор болған. Сонан әйтеуір жандыласып жүр. Біздің ол уақытта бізде соғыс басталып кетті. Соғыс басталып кеткеннен кейін әйтеуір жанталасып жүргізіп жүр. Механизацияларды оқыдым, школ механизация. 3 ай оқып, сонан документ алып шықтым. Сонан бері механизатор болып істедім қарғам. Өлгенше міне сол механизатор болып шықтым ғой. Ата, сіз осы қандай ордендерге және де қандай наградаларға ие болдыңыз? Мен міне осы кеудемдегі даңқ орденің, Ленин орденің түгел ие болдым. Еңбегім мен төр болған жоқ, механизатор болып бәрін көрдім. Міне осы кеудемдегінің бәрі документі бәрі бар, түгел менің еңбегіммен алған. Ата, сізге көп рахмет. Бала шағаңыздың, немере шөберелеріңіздің қызығын көріңіз. Міне, атаммен әңгімелесіп болдым. Қорытындылай келгенде, колхоз еңбеккерлерінің еңбегі сүйіспеншілік пен сый-құрметке бөленген. Себебі олардың жұмысы оңай емес. Арқаларын ыстыққа да, суыққа да, жауын шашынға да төсеп, қажымас еңбек етіп келе жатқан асыл адамдар. Өткен күнде беті жоқ, ескен желдей, қайырылмастан барады көшкен елдей деген екен халық даналығы. Осы оқиғаның барлығы күні кеше болған сияқты. Бірақ та уақыт өзінің басқан ізін білдірмейді. Сондықтан да осындай аталарымыздың ізгі істерін, еңбегін қадірлейік,